Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Enes'піз. Иә достар, мен қайтадан YouTube'ға оралдым. Мен және бір ойыннан қалай айтсам болады, летсплей бастайын деп отырмын. Летсплей деп айтыла ма, прохождение ма, білмеймін, короче. Бұл Next Airpo деген ойын. Мен уже кірдім ойынға. Алдымызда біздің выбор персонажа деп тұр. Женский және мужской. Әрине біз мужской таңдаймыз, және бізге нелер бар, таңдаулар бар. Гопник, четкий, знаменитый, пацан, старый. Достар, біз четкий аламыз да, гопник аламыз да. Давайте четкий алайық, четкий болайық. Так, көрейік. Паспорт гражданина. Атын жазамыз. Мен өз атын жазам. Сіздер өз аттарыңызды жазасыздар. Так. Менің атым Ерболат. Фамилиямды жазамыз. Соткіге сообщение келіп отыр. Туылған күнімізді жазатын боламыз. Мен бұған өтірік жаза салам. Және бәрібір. Так, на военный билетпен место регистрации бізде жоқ. Потатик. Чек. Кеттік. Получить паспорт. Так, бәрі дұрыс қой, да? Аха, болды. Кеттік. Так, мінекі біз шықтық. Мынау мен. Йо. Адамдар бар екен. Шықтыққа. Так, шықтық. Достар, мен бұл ойынды ойнадым. Иә, біз сіздер үшін жаңадан бастап ойнап отырмын. Көп бұл ойынды білмейтін шығарсыздар. Егер де осы ойынды ойнағыларыңыз келсе, менімен бірге комментарий жазыңыздар, бірге ойнаймыз. Так, не істейміз? Міне бізге основной задание берді. Соны орындайық. Так, кеттік. Ностав керек. Так, мен сияқты бірінші уровень адамдар жүрген. Так, гайға баратсақпыз. Барып сөйлесейік. Инспектор дейді. Достанан бәрін оқымай-ақ қояйын, өйткені бұлар оққан ешкім қызықсыз. Так, кеттік. Не көрсетіп тұр? Оған, короче, мына машина бұзылып отыр. То есть мотоцикл ма, мопед па, соны оңда дейді. Кеттік. Қыздарайық. Так, қайық баттық біз. Тым көрінбейді оңынадан. Что-то мына серверде адамдар аз сияқты. Егер де достар осы ойын ойнайтын болсаңыздар, маған комментарий жазыңыздар. Білесіздер, центральный, кавказский, уральский, сибирский бұндай серверлер өте көп. Мына мен ойнап отқаным қазір уральский болу керек. Өзімнің ойнап жүргенім центральный, бірақ онда уже кішкене более-менее машинам бірдемелерім бар. Мынада ойдан бастасам дым жоқ. Ода әйтеуір 7-ші уровеньге келдім. Иә, мына уральский, жоғарысынан сол жақ қапталында жаздықтар уральский деп. Так, міне біз жақындап қалдық. Келіп барайық. Осы ойынға мен полный, короче, канал полный осыған түсіретін шығармын видеоны енді. Пух. Охотничий магазин дейді. Так, кеттік, міне келдік. Автосервис дейді. Тоқтақ. Ванич келді. Бірден ла. Так, бізге мопедті оңдап берді. Мопедті ұттық. Болды, мопедті оңдап берді. Енді біз қайда барамыз? Артқа. Кеттік, қайтқан артқа барамыз. Мопеддің ұшыды ғой кішкене. Так. Мен мопедтің дауысын атып тастадым. Бірақ желдің дауысы шықты, менің даусым бұдан қатты шыға ма, жай шыға ма білмеймін.
Бак, көреміз. Өзіме жалпы жай шығып тұр. Жалпы мына ойынды да осы жақында көрдім ютубтан. Вроде бұған деген әлі қазақтардан ешкім болған бұл ойында түсірмеген сияқты деп ойлаймын. Сондықтан мен бастап көрейін осы ойынды түсіріп деген ойға келдім. Так, бізге қайда бара жатырық? Дочка бандита дейді. Көреміз достар, өйткені бұл ұзақ серия болуы мүмкін. Осыдан біз 2 заданиядан или 3 заданиядан жасайтын боламыз. Так, келдік мұны. Дочка бандитаға келдік. Бандиттің қызына. Так, мына уже бірінші өрендер уже келгендер мынау. Сөндірейік. Барайық, сөйлесейік. Чым-почем. Старый дейді ғой. Никита. Анжелаға келдік. Не? Так, сумка. Короче, ана бізге Иваничнан сумкасын берген сияқты. Так, бірінші миссияны орындадық. Екінші өренге келдік біз достар. Так, не істейміз? Қайда барамыз? Так, артқа алайық камераны. Мына жақта шығатын жер жоқ. Оны түйісіп қалмаса болды. Кеттік. Астымызға Жигули беріп қойды. Так, салон дейді. Заданиямыз доехать до салона дейді. Салонға барайық. Так, достар, мен деген кішкене машиналардың дауысы шықпайды. Бізде я соткалар. Настройка осында болады. Двигательдің дауысы. Двигательдің дауысы жоқ сияқты. Дрессировка машин. Бәрі дұрыс болып тұрған сияқты, бірақ неге соған дауыс шықпай тұрған болып тұр. Дауыс шықпайды, короче, кеттік. Бәрі жалпы машинаның дауысы шығу керек еді. Шығып қойды, өкінішке орай. Кеттік. Жалпы бәрі жақсы жасалған да мұна ойында. Экономикасы да, ақша табу жолы деген, мұнда неше түрлі жолы бар да. Ішін қыспайды. Кәдімгі гиталар қарағанда, мұнда деген кішкене машинаңды гиталарды соғып, әр жерге соғып жүре бересің ғой бәрібір. Мұнда ондай емес. Машинаға өзің қандай қара тер еңбекпен жұмыс жасап машина аласың. Үйто машиналар мұнда удай қымбат. Келесі серияларда егер не болады, автосалонға да барып көтереміз. Так, ойбай. Анжеланың машинасын соқып жатып па? Болған жоқ па? Нормально. Так, 2600 бірдемеде жер бар. Метр. Кеттік. Так, тіке бара берейік. Жүгірек, конечно, тартпайды екен. Жүріп болмайды екен. Жарайды. Әзірше бізде 1000 теңге бар. Жоғарыда бәрі тамақ бар. Короче, кинотеатр, мұнда қызық заттар көп өте. Егер ойнайтын болсаңыздар, комментарий жазыңыздар, может, осы ойынды ойнайтсаңыздар, бірге видео түсіреміз осы ойынға. Так, аз жер қалды уже. Міне достар, келіп жеттік. Міне мынау Ладаның автосалоны. Короче, осында бүкіл машиналар осында бар. Білмеймін неге екенін, бірақ Радада жазып қойған. Ладаға, короче, не жасамау үшін шығар. Нет, реклама. Ішіне кіруге болады. Давайте келесі сериясында. Қызық болу үшін келесі сериясында автосалонға не машина өткен қараймыз. Так, біз мынаған келдік. Осяқ. Бізге бірден... Так, бізге 4 минут үшін Lamborghini-ны бір жерге жеткізу керек.
Әркім өзі қалай айтатын өздері біледі. Lamborghini дейді, біреу Lamborghini дейді. Бізге бәрібір так. Скоростьмен мына Жигулиден кейін мына өзі более-менее ұшатын машина екен. Ойбой. Тормозы кішкене шамалы екен. Бірақ скоростьін көрейік, қаншаға дейін барады. Мына жерде қарай алмаймыз оны. Давай мына жерден өтіп кете берейікші. Бәрібір заданиемен жүріп қой біздегі. Салонға, короче, мынау деген по идее кімнің машинасы? Манағы Анжеланың машинасы, осы Lamborghini болу керек. Барын жағайық. Так. Тормоз шамалы екен. Бірақ тормозы шамалы екен. Немше қаланың ортасына көтін шетімен шығып көтін керек еді. Манаға жүгіле алған қызға қайттан барып, мына машинаны беруіміз керек. Сонымен біздің бірінші сериямыз заканчивать ететін болармыз. Өйткені видео түсірмегелі көп болды, сондықтан кішкене нелер бар. Сасқалақтау. Ертең үйреншікті жағдай болғаннан кейін айда басамыз жайлап. Әзірге осы жарайды. Ой. Бір жақсымында көбінесе машинаға дым болмайды. Сол жақсыда біреулерді осы криминальная Россия бірдемеде ойнасаң, криминальная Россия бірдемеде ойнайтын болсаң, сразу манағы бампер түсіп қалады, бүкілінесі ботарланып шашылып қалады, капотың шығып кетеді, солай болсын кетіп батасың көшеде. Дымы жоқ, кузовпен. Мұнда бір жақсы әйтеуір қанша соғылсаң да ештеңе болмайды, тек просто не істеп қалады, фар сағып қалады. Ойбай-ай, мынаның тормозы жоқ. Так. Біз вроде жетіп қалдық, я. Ойбай. Асып көте бердім ғой. Так, бет ішінен де қара ойнау қады, десейді жо. Егерде от первого лица жақсы көретін болсаңыздар. Егер рөлмен ойнағанда жақсы болады, мүмкін. Бұл жерде рөл бар шығар, соған жақсы болды. Так. Өз жолымызбен жүрейік. Міне заправка бар мұнда. Аха, мынау Lamborghini'дің несі. Автосалоны, короче, бұнда неше түрлі машиналар болды. Біз мынаған апарып бердік машинасын. Олдық тепкенде мынаған барамыз. Мынау, короче, ішіндегі жігіт. Гтавистегі атын ұмытып қалдым. Майкл мет, Майкл болу керек. Майклда скрин алған. Так, мұны бізге екінші заданияны болдық десек болады. Автошкола. Мұнда достар бәрі бар. Хобби бар. Я білем, удовление келу мүмкін да мына. Уведомление ма, я солай. Хобби бар, мына служба, армияға баруға болады, фастфуд, тюнинг, машинаға тюнинг жасауға болады, транспорт, автосалон, мотосалон, сим-карта алуға болады, кинотеатр болады, королевская битва бар, бұлында да казино бар, жұмыстар бар, өте көп жұмыста, таксист, фермер, курьер, грузчик, тағы да басқа автомеханик, тағы да көп. Сосын машина сататын жерлер бар. Так, мыналар әлі біткен жоқ, міне заданиялар келеді. Мұнда үй алуға болады, магазин одежда, заправкалар, найти рядом достан, қаяқта жүріп, сол жерден бізге тауып береді. Гонкілер болады, бизнес болады, бизнес бастау болады, бұның бәрі уже. Мұны мен әлі білмеймін, көреміз алда уақытта. Банды болады, бандыларға кіруге болады. Аптека, автошкола, машина тапсырамыз, авиашкола бәрі бар, морской, автосервис, машина өңдейтін жер. Автосалон, міне Лада, Тойота, Мерс и Lamborghini. Бізге Lamborghini'нің ішінде тұр. Так, вроде болды. Келесі серияда жалғастыратын шығармыз. Осы серияда бүгінгі не істегеніміз жарар. Мен просто білмей тұрмын, сіздерге ұнай ма, ұнамай ма, ары қарай жалғастыруға бола ма, болмай ма, соны айтып жіберсеңіздер, комментария жазып, келесіде мен может осы ойымды ары қарай жалғастыра беретін шығармын. Ал бүгінгі осы достар, сіздермен болған мен Энес. Біз келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.